Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен PDF сайтымен яғни жұмыс істейтін боламыз. Оның ішінде Word документін PDF форматқа келтіреміз. Ал бастайық, ең алдымен Google-ға Word PDF деп жазасыздар. Міне көптеген сайттар шықты. Осылардың ішіндегі маған өте ұнайтыны және де өте ыңғайлы сайт ол ilovepdf.com сайты, сердечко суреті бейнеленген сайт. Осының ішіне кіреміз. Бұл сайттың ерекшелігі қандай? Яғни бұл жерде PDF документі сіздер екі PDF документті бір-бірімен қоссаңыздар болады. Бір PDF документті екіге бөлсеңіздер болады. Егер сол PDF документтің памяти, яғни көп болса, оны сжать етуге болады, яғни кішірейтуге болады. Конвертировать PDF. PDF документі, яғни сіздерде бұл жерде сурет, яғни сурет, картинканы PDF форматқа келтіруге болады. Word документті PDF-ке ауыстыруға болады. PowerPoint, яғни презентацияны PDF-ке ауыстыра аласыздар. Excel-ді, HTML-ді PDF-ке ауыстыра аласыздар. Сонымен қатар PDF документі жаңағы айтып өткен суретке, Word-ға, керісінше PowerPoint-ға, Excel-ға, PDF-ға ауыстырсаңыздар болады. Яғни PDF документті керісінше Word-ға, немесе Word документті керісінше PDF-ға ауыстырсаңыздар да болады. Бұл жер өте ыңғайлы сайт. Міне все инструменты десеңіздер, міне көптеген мүмкіншіліктер бар. Міне объединить, разделить, удалить страницы, извлечь изображение, организовать PDF, сканировать в PDF. Яғни көптеген повернуть, добавить номера страниц, добавить водяной знак, редактировать PDF. Көптеген мүмкіндіктері бар осы сайттың. Енді жаңағы айтып өткен Word документі PDF-ға қалай ауыстырамыз? Выбрать Word файл. Керекті құжатымызды алып аламыз. Міне алдық. Енді конвертация деп баса саласыздар. Сонымен 1 минутқа жетпей біздің документіміз дайын болды. Скачать дейміз. Міне біздің документ скачать етілді. Енді ашып көрейік. Міне біздің документіміз PDF форматқа ауысты. Енді қалай конвертацияда суретті PDF-ке ауыстырамыз? Жаңа айтып өткен. Енді выбрать изображение. Керекті изображениені тауып аламыз. Міне бізде картинка бар екен. Соны конвертация PDF-ға саламыз. Бұл жерде сіздер таңдай аласыздар. Вертикальный форматта, пейзаж, яғни осындай форматта, альбомный или книжный форматта таңдайсыздар. Сонымен қатар оның размері қандай? A4 формат па, размеріне қарай сәйкестендіресіздер ме, оның барлығын өздерін белгілейсіздер. Размері қандай, полесі қандай, яғни міне кішкентай, большой, без полей деп өздеріңіз керекті форматқа келтіресіздер. Енді конвертация жасаймыз. Міне 1 минутқа, даже 1 секундқа жетпей біздің документіміз дайын болды, яғни картинка PDF форматқа ауысты. Енді ашып көреміз. Міне біздің картинкамыз PDF форматында. Міне осылай кез келген уақытта PDF документті кез келген суретке, Word-ға ауыстырсаңыздар да болады. Және де Word, сурет, Excel, презентация барлығын PDF-ке де ауыстырсаңыздар болады. Осы сабақ сіздерге, осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.